Атеросклероз бұл баяу біртіндеп дамитын ауру процесі. Ол көбіне жүрекке қан жеткізетін коронарлық артерияларды зақымдайды. Алдымен эндотелий жарақаттанады, яғни қан ағымының ұзақ уақыттық механикалық қысымы мен тығыздығы төмен холестериннің әсерінен болады. Бұл эндотелий жасушаларының қызметінің бұзылуына әкеледі. Соның салдарынан моноциттер мен лимфоциттер тамыр қабырғасына өтеді. Ал тығыздығы төмен холестериннің бөлшектері интимаға өтіп, сол жерде тотығады. Тотқан тығыздығы төмен холестерин макрофагтар арқылы фагоцитозға ұшырайды. Көпіршікті жасушаларға айналады. Осы жасушалар интима қабатында жиналып, майлы жолақтар түзеді. Аурудың әрі қарай дамуы кезінде айналадағы жасушалар бөлетін өсу факторлары тамырдың тегіс бұлшықет жасушаларының интимадағы көшуі мен көбеюін ынталандырады. Бұл бұлшықет жасушалары коллаген мен протеогликандарды бөліп шығарып, атерома, яғни бляшканы қалыптастырады. Көбік жасушаларында холестериннің жиналуы жасушалардың бұзылуына және некрозға әкеледі. Осылайша майлы некротикалық өзек түзіледі. Оны әртүрлі қалыңдықтағы және жасушалық құрамдағы талшықты қабық қоршап тұрады. Уақыт өте келе бұл майлы өзек ұлғайып тамырдың қуысын тарылтады. Соның нәтижесінде жүрекке баратын қан азаяды, бұл жүрек ишемиясына әкеледі және ол стенокардия түрінде көрініс береді. Егер бляшканың талшықты қабығы жұқарып немесе әлсіреп кетсе, ол жарылып, ішіндегі тромб түзетін коллаген қан ағымына түседі. Бұл жағдайда жылдам тромб түзіледі, қан ағымы ұзақ уақытқа тоқтап, жүрек бұлшықетінің бір бөлігі некрозға ұшырайды. Миокард инфарктісі туындайды.